сәлем достар, сіздермен болған мен Жылзайтока World арнасы. Достар, бұл бізде новый серия, тақырыбы мектептегі махаббат бірінші бөлім. Сіздерге осы сериал ұнайды деген ойдамын. Және де достар, бұл идеяны маған Назитока айтқан тұғын. Мен соның өтінішін орындап отырмын. Менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчик басып кетіңіздер. Ал ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Кеттік! Мынау қайсы? Күшті түс көріп жатыр едім. Алло, не болды, мам? Не болды? Не істеп жатырсың сен? Ой, не болды деген нес? Сіз ғой звондап тұрған. Не болды деген нес? Айтсаңызшы. Мектепке бардың ба? Сен мектепте емессің ау деме? Ужас, бүгін мектепке барам ба не? Я, сен есің ауысқан ба? Бол тез жинал. Сабағың уже басталып кетті ғой? Жарайды. Так, не істесем болады екен? Киімімді ауыстырып алайыншы. Өзіме жынданып тұрмын ше. Ерте тұрмағаныма. Ерте тұру керек еді. Әлі сумкамды да дайындаған жоқпын. Ерте бару керек еді мектепке. Бірақ қойш, мен новыйдан барып жатырмын ғой. Яғни жаңадан келіп жатырмын. Енді ұрыспайтын шығар. Математикам, географиям и және де ручкам. Және де мынауымды сеп жіберейін. Болды. Және де телефонымды алып алайын. И болды. Болды, мен барлығын алдым и кеттім. Ойбай, дала деген ыстық қой. Әрең келдім мектепке. Ей, сен қайда келе жатырсың? Әрине үйден, енді қайдан келуші едім? Сен сабақтан кешіктің. Уже екінші сабақ басталайын деп жатыр. Сені директорге апарамын. Жүр бол тез. Ағай, тоқтаңызшы. Жүр дейм. Сізге түсіндірейін да? Қандай сылтауды таппақшын? Енді менің түріме қарасаңызшы. Мені күніге көріп жүріп едіңіз? Жоқ, сен жаңадан келгенсің ба не? Я, соны біліп алмайсыз ба? Жындыма, директорге жүр деп. Тұрыңызшы бұлай жолдан. Норматив? Ей, маған олай сөз қайтарушы болма. Беркелі бері. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Сен жаңадан келген оқушысың ба? Әрине. Есімің кім? Өзің жайлы таныстыра өт. Жарайды. Менің есімім Зарина. Жасым 12-де. Менің мақсатым енді жақсы оқуға түсем деп тілеймін. Мақсатым осы. Жарайды, ендеше міне мына орынға отыра ғой, бос орынға. Жарайды. Зарина, өте әдемі екенсің. Рахмет сен де. Мен есімімді сұрап, енді бір сыныпта оқимыз, таныссақ десек. Жарайды, есімің кім? Менің есімім Нұрдәулет. Күшті есім екен. Сенікі де ерекше есім негізі. Я, менің есімімді әкем қойған. Менікі де ғой әкем қойған. Тыныш отырайық, әйтпесе қазір ағай сабақтан шығарып жіберуі мүмкін. Я, негізі ағай қырсық. Сосын білім ала алмай қаламыз. Оқушылар қоңырау ұрды, осымен сабақ аяқталды. Қоңырауға шығып, асханаға барып, жейтіндеріңді жеп, және де демалып, ойнап келіңдер. Ендеше сау болыңдар. Мінекей тақтаға үй тасымасын жазып қойдым. Осыны орындап келіңдер. Ендеше сау болыңдар. Анау новыйдан келген Зарина біртүрлі ғой шамасымен, я? Біз сияқты болмай ма? Әйтпесе қатарымызға қосатын едік. Я, соны айтам, маған да жақпады. Қыздар, қойсаңдаршы болды, неге оған тисе бересіңдер? Біз тиісіп жатқан жоқпыз, біз жай жамандап жатырық. Сендер жамандаудың шаршамадыңдар ау деме?
Ал не қыл дейсің, сен шықтың ба? Сендер ана жолдағы бар емес па ше? Сол кезде не болғанын білмейсіңдер-ау дейм, Естеріңнен шығып кетті-ау дейм. Қойыңдаршы, істеріңе мені араластырмаңдар. Мен кеттім Нұрайға. Кетсең кетші, соны айтам, екеуміз-ақ жүре берейікші. Иә. Зарина, мінеки, мына жақта ғой асхана. Иә, болды, білдім. Ей, тоқтаңдар. Бізге айтып тұрсыз ба? Иә, басқа кімге айтып тұрмын? Не істеп жүрсіңдер екеуің? Сол тамақтануға келдік. Қазір қоңырау ғой, асханаға келгенбіз. Мен сені бұрыннан бері көрмеппін. Сен жаңадан келген оқушысың-ау дейм, Иә, есімім Зарина. Ал менің есімім Алпамыс. Танысқаныма қуаныштымын. Жарайды, ендеше тез-тез барып тамақтанып келіңдер. Әйтпесе қазір уже қоңырау ұрады. Жарайды, жүр кеттік. Зарина, не болды? Саған біздің мектеп ұнаған шығар, Иә, қатты ұнады. Мен бұндай мектеп таба алмаймын деп ойладым, бірақ мінекей арманыма да жеттім. Өте күшті мектеп екен. 3 этаждық, күшті. Иә. Сен негізі өзіңе дос таппаймын деп ойладың ба? Әрине, енді әр адамда сондай болады ғой. Иә, менде де сондай болған, бірақ өзімде көптеген достар бар. Күшті. Менде қыздармен дос болғым келеді, бірақ мені араларына қоса ма білмеймін. Сен білесің бе, біздің сыныпта 2 қыз бар. Ол әркімді жақтыртпайды. Иә, білем. Сондай сыныптарда сондай қыздар болады ғой. Кинодан көргенмін. Шын өмірде де бар. Жарайды, ас болсын. Тамағымызды жейік. Асхананың тамағы дәмді болыпты ғой. Әдемі есім екен, танысқаныма қуаныштымын. Менде Зарина деген күшті естіледі. Зарина, не болып қалды? Жүрші, мен саған бір нәрсе көрсетейінші. Жарайды, кеттік. Өз көзіңмен көрген шығарсың, Иә, мінеки көріп тұрғандай, күліп, әңгіме етіп жатыр, қол ұстасып отыр дегендей. Не, бұлар сонда дос па? Қайдағы, бұлар дос емес. Бұлар пара ғой, қыз бен жігіт болып жүреді. Мен бұны білмедім ғой, Нұрдәулет маған айтқан жоқ. Енді ол көбісіне айта бермейді. Мүмкін жақында айтатын шығар. Жарайды, мен кете берсем бола ма? Иә, сосын Нұрдәулетке жақындаушы болма. Енді Сабина менің құрбым, екеуі пара. Оның айырылысқанын көре алмаймын. Сондықтан сен арасына түсетін болсаң, өте қиянатты жағдай істейсің, жарай ма? Жарайды, түсіндім. Мен кете берейін. Кете берші, айналайын. Мен Нұрдәулетті ондай адам деп ойламаппын. Неге ол мені алдады? Бірден айта салмай ма? Енді мен ет қағылатын болдым ғой. Ол арамы екен, мен оны жақсы адам ба деп ойласам, жаман болып шықты ғой. Хайуанат. Енді мен онымен дос болмаймын. Бір қадамда жақындамаймын. Ендеше мен сабаққа кеттім. Бұлай жылап отыра берсем, дым да шықпайды. Не болды, Зарина? Кімді айтып отырсың? Ешкімді. Мен кете берейінші, мен кеттім. Енді өзіне сол керек. Жылап өтіп бара жатыр ғой. Көрейік енді. Не болды, Зарина, саған кім тиісті? Менің қасыма жолаушы болма. Бір қадамда. Кет бар, басқа партаға отыр. Менің қасыма Аружан отырады. Неге мен отыра берейінде?
Мен саған не істеп қойдым? Кет дедім, әйтпесе қазір ағайға айтамын шақырып. Или директорды шақырамын. Жарайды, кітабымды алып кет өзіммен. Жарайды, алып кетіп бара жатырмын. Аружан, келші. Не болды? Жай, сенімен отырғым келіп жатыр.